Маңғыстау облысы полиция департаменті заң мен тәртіп қағидаты бойынша жұмыстарды жалғастыруда. Ағымдағы жылдың қараша айының 11-ші жұлдызында Маңғыстау облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері прокуратураның үйлестіруімен өткізген жедел іздестіру іс-шарасы барысында Ақтау қаласының 32-ші Б шағын ауданының 2005 жылы туылған азамат ұсталды. Оның жеке заттарын тінту кезінде жалпы салмағы 1 кг 923 грамм болатын жасыл түсті альфа PVP синтетикалық есірткі заты салынған 4 полиэтилен пакеті анықталып тәркіленді. Одан әрі уақытша тұрып жатқан мекен жайынан есірткі заттарын өлшеп бөлуге арналған арнайы құралдар анықталды. Сонымен қатар Түкпараған ауданы Ақшұқыр елді мекенінің аумағында жүргізілген іс-шара кезінде күдікті тұлғаның қойып кеткен 8 жасырын орнынан жалпы салмағы 128 грамм болатын синтетикалық есірткі заты анықталды. Тәркіленген есірткі заттың жалпы салмағы 2 кг 52 граммды құрады. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдікті тұлға ұсталып, қамауға алынды. Тергеу амалдары жүргізілді.